Сәлем достар, бүгін ерекше дәмді кез келген дастарханның сәнін ашатын құймақтар жасайтын боламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқа мен қантты және тұзды салып жақсылап араластырамыз. Келесі сүтті құйып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұн және соданы салып, жақсылап біркелкі етіп араластыру қажет. Ең соңында қайнаған ыстық суды жайлап құйып, тағы да араластырамыз. Мінекей құймағымыз дайын болды. Енді бір қасық какаоның үстіне дайын құймақ массасынан 2 ожау құйып, жақсылап араластыру қажет. Қызып тұрған табаға шамалы шемішке май құйып, какаоның қоспасын гүл секілді дөңгелетіп құямыз. Үстіне құймағымызды құйып, 2 бетін қызарғанша пісіріп аламыз.
Міне біздің ыстық, ерекше дәмді құймақтарымыз дайын болды. Балалар сүйсініп тез-ақ тауысып қояды. Егерде видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жолы қандай видеомен бөліскенімді қалайсыздар? Астына комментарий жаза кетіңіздер.